Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі жент жасап көрсететін боламын. Оның үшін бізге 250 грамм талқан, 50 грамм сары май, 4 қасық сгущенка қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп салып, бір келкі масса пайда болғанша араластырамыз. Егер сізде арнайы формалар болса, формаларға салыңыз. Ал егер формалар болмаса, мен сияқты осындай дөңгелек пішімді етіп жасауға да болады. Женттеріміз дастарханда ерекше көрінуі үшін оларды сәндейтін боламыз. Мен ол үшін шоколадты пайдаландым. Шоколадты ерітіп алып, видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Мерекелік дастарханның сәнін келтіретін десертіміз дайын. Видео ұнаса лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз.